Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен бірге тортқа арналған крем дайындайтын боламыз. Оған керек зат сливки. Сливкінің қандай проценті жарайды, яғни пайызы 33 немесе 35, ал 10 немесе 22, 33-тен төмен проценттерден крем шықпайды, яғни дайын болмайды. Ендеше біз бастаймыз. Ең бірінші қант ұнтағы, творожный сыр, сливки 33 немесе 35%. Ең бірінші сливкиімізді құйып аламыз. Құйып болғаннан кейін блендермен араластырамыз. Араластыру барысында әр минут сайын жылдамдығын көтеріп отырамыз. Яғни бір минуттан кейін 2 деген сияқты. Содан кейін сахарный пудрамызды, яғни қант ұнтағымызды қосамыз. Блендермен араластырамыз. Содан кейін творожный сырымызды қосамыз. Творожный сырды қоспай қоюға болады, бірақ молочная девочка тортын дайындаған кезде оригинал рецептіне кішкене ұқсамай шығады. Міне біздің креміміз дайын болды. Өз формасын ұстап тұрады. Бұл крем сүтті қыз торты, яғни молочная девочка тортына жарайды, яғни соған осы кремді қолданады. Егер бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, подписаться етуді ұмытпаймыз.